Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Сіздермен Батыс Қазақстан облысы номер 45 Нұрсат бөбекжайының қазақ тілі мұғалімдері Кубаева Санды Гүлмұратовна және Аманжолова Индира Нұржанқызы. Сіздерге үй жағдайында балалардың ертегілерге деген қызығушылығын арттыру мақсатында, тілдік қорын дамыту мақсатында ертегілерді баяндаудың тиімді әдіс-тәсілдерін көрсететін боламыз. Үй жағдайында түрлі түсті жұқа киіздің көмегі арқылы ертегі кейіпкерлерін қиып алып, оның көздерін, мұрнын, аяқ-қолдарын жабыстыруға болады. Бұл әдіс арқылы балалар ертегі жайлы ұғымдарын тиянақтайды, сұрақ-жауап арқылы тілін дамытады, тіл байлығын арттырады, сонымен қатар дұрыс сөйлеуге талпынады. Бұл әдісті үй жағдайында дайындап көруге кеңес береміз.